Станцияның үңірт бүлбүлдөгөн жападан жалғыз фонарына шамал айдағандай жалбырақтар ұрынат да көзден қайын болышат. Түнөтеректен жалбырақ көйіп жатты. Шамал ұрғанда иіле қалып, қайра түзөліп, шамдай тірелішкен қалың теректерді қылда ұшынан түп тамырына чейін бүткөн бойлары дүрілдемесі. Қатчыға için чортып ұдырғыған мұздақ шамал, аларды бүгін, бір еле түнді жылаңачта жүтірі бар. Қаратауының қапчығайын қою қараңғылық басқан. Станциядан поездерін ары бері өткен бағына жылқ жатқан түн, жарықтан чочып ойғанғандай бір сағамға чұқырына түсетті. Қайра ошол замат оңдонып жатып, жылқ жүмкөліп. Поездер өтіп кеткенден кейін ғана бір топқа шейін станцияда еш жан жоқтой ең тыныштық өкім сүреді. Ушул күздө эшелондор биринин артынан бири батышты көздөй тынбай өтүп жатышты. Станциядан жепирейген үйлөрү бар Чолок көчөсүнүн нары жагында терең аң менен аккан суунун купуя күңгүрөнгөнү кулакка илешип, жүрөктү кайгырткандай шуулдап, теректер жалбырак көйүп жатат. Бұл ким? Бұл мен. Ач эшикти Сейда. А менден ким? Ой, бұл мен. Ач эшикти. Ачтан Сейда. Энемди баласы. Энемди баласы. Мен куройн энеме сүйүнчү. Кой отур дейм Сейда. Үйдө ким бар? Өзүбүз эле. Улуң бешикте. Кой отур. Мен азыр. Качан бирatoğlu geldin mi? Жаңы эле станциядан түштүм. Сейда, мен азыр түш. Мен азыр.
Götür beni hazır. Ал эмне үйгө эле алып кирбейсиң? Akın. А эмнеге? Жүрeme. Oğlumdu görsat. Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава товарищ Сталин поручил мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, германские войска напали на нашу страну! Айылдың четіне ұзатып шыққанда, көпчіліктен тартынып, ойымдағыдай қошташа албадық. Бири-бирибизге қол сунуп қана кете бердик. Жүргүнчүлөр дегендей узай түшкөндө гана уятымды коюп, күйөөмдү акыркы жолу кучактап, өпкөлөбөй калганым. Ичимде бала калды деген бүдөм кыялымды жеткире албай калганыма аябай кейдим. Ошол өкүнүчтүү арман, орундалбай калган тилек, таркалбаган чер жүрөктүн башына кандай уюп, таштай салмактанат. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной против Советского Союза в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточно-германской границы. Apa. Ата бабам көрмөгөн. Каяктагы жердин түбүндөгү фронтко бар. Мен эмне жалгыз жоо чаап берет белем. Атасынын көрүп. Бир күндүк өмүрүм болсо дагы ушул жерде жүрүп өтөм. Өз башымды өзүм окутурсам алым жок апа. Мейли, качкын болсо качкындыр. Алтын баш аман болсо болду да. Эркек кандай кылса өзү билет. Ар кимге өз жаны кымбат. Мындай кыргында башын калкалаган эле адам тирүү калат. Анан ушинтип жатса, жүрөк этим менен тең бүтүп калган адамды жамандыкка кантип кыям? Алдабай куш балам, ай балам. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Апа, ел ойғын әлекте мен жөнөй. Alıp bir uçka paraboz, halimdana getip aratamaya kayın tuğan kayır o.
kep sunu appak kuakma. Soğuk günden günge güç alууда. Too arasında tuman doluş kirikkendi. Soğuş bolsa güçөгөндөн güçөp, жакында басылар түрү жок. Жеңе! Biz atayı boza süzdürüp koyduk ele. Жүрүңүз биз менен, жеңе. Кой айланайын. Менин барганым уят го. Мен силерди тиги көчөнүн эле чектен узатайын. Апе, уят деген эмнеси, жеңе? Ай. Асмайыл экен болсо, согуштун кызыл чордонда жүргөндү. Кокус мен фронттон жолугуп калсам, жеңем узатты эле деп барайын. Iya, жеңе. Жеңе. Менимне. Башкалардан кеммин. Же менимне Кудай. Жеңеден айтпаптыр. Кандай экенсиң, жеңе? Уялдыңбы? Жүрө эмесе, жеңе. Жетими шавагон бири ширикери. Желип бир учкан паровоз. Жемдера кетип баратам, ай жеңе желпи кайыр кош. Ботом, кече келе жылаң айлак жашпадым. Бат эле бой салып, эми карабайсың. Же жаштыктын ыратын көрбөй, же дүйнөнүн ыратын көрбөй, согушка кетип бара жатышат. Оңгон Герман оңгосун, ажалың жетпей го сенин. Жигит болсо сендей болсун. Сени жеңелериңден айырган душман колуңдан өссүн. Та секеттин кетейинде үнүң өрдү угаргында кайра келгиси бардыр. Алыстыда көздөй бизге тири. Алато сага үн салып, арылбайт да такыр кусалып, аягала болуп курчалып. Кана айланайын эл журт, бата берели. Омин. Арбак Кудай колдосун силерди. Аман эсен барып келгиле. Altımı şavagon bir çirkeri. Alır bir uçan paraboz. Elimden gidip paraday. Paragayın tuğal kayırma. Ай, бошто чаке. Бизге кат барбы? Ya. Kurmakem. Atarma bakayım. Kurmakem. Ойчу алгырлар ой. Мен эмне катты жашырып койду дейсиңерби? Менин колумдан келсе, силерге күнүгө 3 убакыт жаздырып турат элем го. Келип калгысы бардыр. Баса, Сейдеге да айтып койгула. Ага да кыйын квазарды алып келем. Картайганда бала чакага шүмшүк көрүнүп бүттүм. Кандай көрөм? Талада кетмен чаап жүргөнүм жакшы болчу. Кат жок. Kat yok. Yok kat. Kat gelmekte. Kat yok. Kat gelgen. Kat yok. Kat yok. Sen emne? Dünü men uktağan emessin go, Уктагандарын дөмей кылма. Ой, тиги оğlum түнү бою какылыкта ыйлап чыкса болобу. Ошого бир аз кичине кыйналып калдым өңүм. Sen dagы мендей жалгыз бойсуң.
Кемпириң мешіттин жанынан чыкпайт. Жаман немеңди эптеп багып турса болду. Мен 3 балам менен калып отурсам, сенерге тийгениме жарым жыл болбой, оозуган алдырган немере усулуп отуруп калды. Келбейт деп канасың ғой. Төрөгөн баланын атасы көрбөсүн. Басына да мейді. Кат жок. Ушуну ойлогон. Мына кышта кирип келди. Балдарынын жылаңач. Үйдө болгон 2 кап жүгөрү калды. Ал эмне болду? Кыш эми бир тоо кылычыңкындан сууруп кирип келди. Кечени жер бети карайлы. Бүгүн күн көйтескей дебей тегиз кар жамын. Тобоорлуп ак боз кирвик туман илең санам келген. Арык боюндагы кырчынталдан шыйрагы көгөргөн балдардай үшүп, муус камаган арыктын үстүнө илишет да бутактары салаңдайт. Түрмөктөрдөн кою булуттар бир калыпта уюп, асман ылдый чогуп, дүйнө кечилген сыяктуу. Түнү менен жаагандан калган кар азыр анда-санда себелеп, кээде гана чочугандай шамал дүрбүп коет. Айыл суук, эч ким чыккысы жок. Ай, Тотой! Я, Тотой! Ай, барсыңбы, Тотой? Сейді. Жаман улуп жоғай отабы. Үйдегі тамекінен бір вопрос сорап келе қалшы. Сейді. Sen tamekinin mıktısın qanda koygan ekensin. İsmailға ушундан посылка жөнөт. Bir soru қалас тестесін. Йоо, жіберем бұл. Байдек. Қалдарын жылдап топтырсыздар. Bu yıl butağın emesken sen. Ey, çoğunluğum işe jarap kaldı bu. Otun bulup butav algılar. Üstüne taldında boy ösüyor. Boy öskön. Kimge terek balmağına? Terek emes, özü çok olsun. Başkası gözgö görmey canın kaşaya. Mına emi ekibisi okşaş oturam. Je ölü, je tüyü ekenim bildim. Terek de aytıp koyun. Andan göre tamdın başındaki жүгөрү бакалыңды оңдоп жей. Жазга жетпей чери таным. Жалгыз уюмда сүт чыкпай же балдарыңды кезертейин дейсиңби я? Эй, балдар ары жок калчу болсо башыңарды жулам силер. Ушундайды сейде экөөң эле иштеп койбойсуңарбы? Экөөң биригип бир эркекке жоксуңар. Орустун келиндери фронтта окопко жатып алып душманга ок атып жүрөт. Силер болсо үйдө отуруп, кат жок деп бышактайсыңар. Биз ал жумуштарды бүгүн эле бүтүрөбүз. Балдарды да бутайбыз, бакалдарды да жыябыз. Ай, енем, бир айын айлап.
Ошол күнү тотойлорго жардам берип жатып, бөтөнчө бир бактылуу болду. Жардамдашканыма тоскоолу көп тотойдун балдары да көзүм алдан эмедей жылуу көрүндү. Мындай бактылуу учурлар жашоомдо көптөн бери боло элек болчу. Алар менен кошо ойноп, кошо жыргагым келди. Бирок Мырзакул мени эмне үчүн минтип карады? Бир билгени бар окшойт. Же мага ошондой көрүнүп жатабы? Исмайыл кайда? Кайда кетип жүрөсүң аны деп качан сурады экен? Жок. Ал жөн эле анын сураштырып келбеди. Эгер Исмайыл жөнүн сурап чекмелеп жүргөн болсо, минтип сурабайт болчу. Жок. Мен эч кимге билгизбейм. Башкалар күйөөлөрүм аман келишин Кудайдан тилеп отурса, менин маңдайыма сыйбай турган эрим бар. Жок. Мен эч качан билгизбейм. Эч кимге билгизбейм. Хабар! Враг бросает на фронт все новые силы. И, не считаясь для него потерями, лезет вперед. Рвется вглубь Советского Союза. Захватывает новые районы. Опустошает и разоряет наши города и села. Насилует, грабит и убивает советское население. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и половину Воронежа. Части войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Эх, население нашей страны с любовью и уважением относящейся к Красной Армии начинают разочаровываться. А вот некоторые из них теряют веру в Красную Армию за то, что она бросает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на восток. Каждый командир, красноармейцы и политработник должны понять, что наши сердца не безграничны. Территория Советского Союза – это не пустыня, а люди рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы-матери, жены, братья, дети. Территория Советского Союза, которую захватил и стремится захватить враг, это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружениями и боеприпасами – это железные дороги. Потеря Украины, Беларуси, Донбасса и других областей стало намного меньше людей. Стало намного меньше хлеба, металла, заводов, фабрик. Вступать дальше, значит загубить. А загубить вместе с тем нашу Родину! Ата бабам көрбөгөн, түшүмө кирбеген. Кайдагы бир жердин түбүндөгү фронт бар. Мен эмне
Өзің жол чапырдық білем. Атасын көріп, bir күндік өмірім болса дағы, мына мojidi жүрітіп, өз башымды өзім құттысым. Алтымыша вагон бері чирикеви, алып бір ұчқан паровоз. Айымдана кетіп баратам, аяғайын туған қайыр қош. Жетіміша вагон бері чирикеви, келіп бір ұчқан паровоз. Айымдана кетіп баратам, ай жеңе желпі қайыр қош. Қондырған қоныш жағат деп айтқан. Біздің аскерлер чауыл қойып баратып, дұшманды мина менен тосып қойған. Тикенекті зым торынан өте албай, Волганың жиегіне тақалып қалады. Ошондо мина менен байланышқан зымға ешкім жақындап батына албай, біздің аскерлер жағандай оқтан бири қалбай қырыларда. Байдалы өзі жүгіріп барып, зымдың үстіне жығылыптыр. Мина жарылғанда, біздің аскерлер дұшмандың аскерлерін қуып шыққан екен. Қайран жігіт. Білбей жүрген екенбіз. Жүрегінде түгі артыра. Суғатқа тоғылған дыйқан еле. Байдалының қолы тиген егіндер береке төкчелі ғо. Арытып беріткенді. Ичінекей балдар етекті бол. Қат бар бұ деп сұрағанда. Емпазарды алып келем деп қалпайды қойчылем. Бақтырдың жоғдан өлгені еліне шипа. Тотойға қанты ұғызаусы. Өлді деген қағазы келсе айлы бар бұл. Бірақ азыққа жаманшылықта аялы балдарыны осына тіштеп, ач өлтірбей араң бағып жетқанда, байдалы қазы болып тұр деп қанты айтауыз. Араң жүрген немені оғыл етер чөгер олбайсыз бі. Тотойы алдан тайса, балдар емне олды. Жоқ мырзақұл, азыр мұндайды айта албайбыз. Бұшықшылық келсін, ел тойынсын, анан күзді айлығыз менен чоғы олып, аш сузып беріп, біздің айлдан шыққан батыр еле деп ұрматта ұғызалы. Шандай қылады. Поэтому надо в корне пересекать разговор о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территорий, страна наша велика и богата. Такие разговоры являются лживыми и вредными. Они ослабляют нас и усиливают врага. Из этого следует, что пора кончать отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Байдалыдан қара қағаз келіпті. Айылдағылар тотойға ұғызбайын деп жетішті. Дағы бар ба? El buzulup тұрады. El buzulup тұрады. Elleri buzulup тұрады. Тірісеттің оғызымен шығарт жүдік.
Барым шықпаңдар. Шықпақ. Бары бұзылып тұр. Елдің бары бұзылып тұр. Сейде, райондан үңкү келіпті. Чақырып атат сені. Так, қайда азыр күйөңүз? Мен эч нерсени билбейм. Сиз антпеңиз. Ал качып эч жака кутула албайт. Баары бир колго түшөт. Андан көрө өзүңүзгө, күйөөңүзгө жакшылык кааласаңыз, ачыкка чыксын. Өз эрки менен ачыкка чыксын. Сиз мына ушул жагынан жардам бериңиз. Мен эч нерсени билбейм. Аскерге алып качкан өзүң. Качкан койгонун мен кайдан билейм? Айттың ба? Эмнени айтмагай? Мен эч нерсени билбейм. Кош. Шондойда адамдын кандай экени ушундай жамандыкта билинип тур. Айтпай сен аны кайгылып барат экенсиң. Эй, намыс деген барбы сенде? Дөөлөттүн тукумунан эркек дана бирибиз да калбай жөнөдүк.
Жамандықта, жақсылықта да Құдай елдің қатарынан қалтырмасын деп. Сен ошоны түсінесің бе, я? Кеш боллекті ашыққа шығар. Барсын алда ел барған жерге. Түсінгендеймін. Қасса қачып, қарабашын сақтаса сақтап жүрген шығар. Сен аға менің чатарланасың. Шул күнге чейин жолыңды бір қия өткен емес элек қой. Жем, елдің бары өзіңдей майып болып қалшын қалайсың. Мен Исмайылдан жамандығымын шынтып келген екенмін бе? Aylanayınım. Seket giteyim balam. Canım kurban sağa. İşin geri üzere sensin. Tiregi bizdağı. Ne der bizda sensin. Varın görüp varın bilip duramın. Tigi düğüne bul düğüne da razımın. Hem şu yolku kortuktu da açı çayqap götürüp koy. Kantele Mırzakılға ол сарбақ құдай бардыр. Түү атасын ұмытып, туғаншылықтан кечкен екен да. Ей, дүниенің жүзін өрт алып, қара жалын қаптады. Қияңдай жүріп шарқырап, қызылғандың аққаны. Ушындай апат күндірді, ұяттан ұят емес пе, ұлыңдың үйде жатқаны. Айландан қорқоқ болго деп айтқанын естейменненін айшақшып судай толқуған артында қалқын тұрғанда айғышқан жолын жеңгенмін артап бағып өстірген балаңдың сына өнерін желіндім кетім бұлғатпай ел болысқанын төгөмін Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях и в танковых частях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину. Билбейм айланайын. Қарған-қараңғымен бұл жарықшылық демне олатқаны қаяқтан білейін. Маңдайға жазған ұшыр екен, көріп атауыз. Аскерін алды, анан соғыш қалып кетті дешті. Ошу менен дайыны шықпай қалды. Же қатқалар жоқ, қат жазса, бізге жетпей жолда жоғалып жатқандар. Жалғыз бала менен, атадан жалғыз. Аман қойы көрдеп Құдайдан тілеп отырамын. Аман болса ертеме кешпей кіріп келгісі бардыр. Ошоға чейин чымындай жанымды тиштеп, чым-чым жаным өлбө деп келатама. Бұл жаллар оттоп семирген, құлпынған гүлі төріңдің, қолыттон суым шарқырап, қомузу болған көңілдің, асманда еркен қылачын, ардағы болған көңілдің, көркіңді жерім сақтоғы, құралды қолдан таштабай, құрмалы болым елімдің. Сейді, үйде тамақ аш қалды, кеуін күрде жатып, ашқашылықтан өлем. Жашырма, ашығын айт. Бaba, анту айтпачы. Башың аман болса оқатта олар. Сақтоға кетіп баратам, садаған белім жырғалым, сайрандап суым ішкенмін, сарымсақ терген жылғанын, тұрымтай құштай талпынып, тұрмыштың көркін ұрданым, ұғарсың әлім шаңданып, ұлының жоны қырғанын. Күн қармаған.
Oldu-çe. Soğumasın bardın. Soğumasın bardın. Soğumasın bardın. Soğumasın bardın. Soğumasın bardın. Согласен. Нельзя терпеть дальше. Командиров, комиссаров и политработников, части соединения, которые самовольно оставляют свои боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары и политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Ezelten жатқан жерді өстім. Санасыз көңіл қуанып, сайраңдап салқын желді өстім. Қордықты салып дұшманға қолымдан намыс бербеспін. Ezelten жатқан жерді өстім. Санасыз көңіл қуанып, сайраңдап салқын желді өстім. Қордықты салып дұшманға қолымдан намыс бербеспін. Ezelten жатқан жерді өстім. Санасыз көңіл қуанып, сайраңдап салқын желді өстім. Korkuttu salı düşmana, kolundan namus verirsin. Ene,
Сейде, саға айтайын деп айта албай жүрдім әлі. Мен içimde bir bale kesel var aylanayın. Bu unuttam ele uyu oğruydu. Çaman oğruydu. Güçögönden güçöp keletedi. Jatsam da üstümen taş bastırıp koygun su oğruydu. Tursam deli oşo. Жақсы эле тырышымын чыкпай келдим эле. Эми аргам калбады. Анан эмне айтпай жүрөсүң мени? Көп болду го ооруганына. Мени бир нерсе кылалы. Дартың менен уруп кал. Өзүм дартым өзүм менен кетет деп койчу. Бирок мени башка күйүт жеп жатпайбы? Силердин көргөн күнүңөр эмне болот? Качанка дээри элден качып жамынып жашайсыңар. Киши эл менен киши да калбайт. Элсиз киши жашай алабы? Жалгыз уулум элден качып бозуп жүрсө, менин жүрөгүм кантип канабайт. Иштен чыккан ири жылганга да кыйсың. Кара чечекей балама күйгөндөн кимге күйөм? Өзүң эне болуп, баланын баасын билип олтурасың. Сага айтайын деген сөзүм бар. Сейде. Өзүң билесиң. Биз элге аралашып жашаганыбызга көп болду. Бирок түбү бул жердик эмеспиз. Бияка келип жашап калганыбыздын айынан, балдарыбыздын айынан болду. Төрөтүм токтобой, балдарым чарчай берди. 3 балабызды жерге бердик. 4-чүсү Исмайыл. Анам байым айтты. Балдарыбыз токтобос болду го. Жер которуп көрөлү деди. Ошентип келип жашап калдык. Исмайыл аман эсен төрөлдү. Эл катары маңдайга жазганын көрүп жашап калдык. Бирок бир жаман жери байымдын сыркоосу күчөгөндөн күчөп, ыкшып жөтөлүп, дарт өпкөсүндө экен. Исмайыл 5ке чыкканда көз жумуп кете берди. Мен баламды боорума кысып кала бердим. Карашы өткөндөн кийин бир туугандарым келип алып кетебиз деди. Бир туугандарым салт билген, нагыт билген тектүү кишилер. Мен айттым. Бир боор деп жантырып жаткандарга ыраазымын. Силер улуусуңар, мен кичүүмүн. Силердин сөзүңөрдү кантип жерге таштайм. Бирок кече эле күйөөмдү жерге берип, бүгүн көчө качып кеткендей болбойм. Жыл өтсүн, ашы берилсин, ана көрөр. Жыл өттү, ашын бердик. Эми эмне кылсак деп тургучак деле элди кулакка тартып баштады. Байбосунов Эсенкул 1931 жылы кулакка тартылды. Калтыкеев Аскарбек 1931 жылы кулакка тартылган. Олжокулов Мамбет 1931 жылы кулакка тартылган. Бейкамбаев Кортош 1931 жылы кулакка тартылган. Бир туугандарым өздөрүнүн жандары менен алек болуп калышты. Ошол жылы чаткалга көчө качышты. Балдарын кошоно кетти. Ош жактан орун очоктап, ош жакка эл болуп калышты. Постановление
от 30 января 1930 года о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Исходя из политики ликвидации, кулачество как класса решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия кулачество колхозному движению крестьянских масс. Білгендей кетішкен екен. Тияқта қалса суы қалшымақ емес екен. Тияқта асқаты оның арасында біреуінің чоңдығы жоқ. Өз башы өзінде епті әрекет қылып, мал сал құрап алса, тіречілігін жөндеген ошу. Өшентіп екі бір туғаным, соңғым, арғын, екі бала бақырасы менен, же жоқ болуыз, же бар болуыз деп аяққа кетішті. Абияқтағы үйлерің болса, өмірі жақсылық көрбеген томақ қошыналар, бір заматта талап тонап кетішті. Аңғы чәле, ашаршылық башталды. Анын алдында, егін сопты. Мал бүткөн чарбачы кішілердің бардығы қылақа тартып баштады. Айыл-айылдан небір азаматтар жылан сойлығында жоқ болышты. Көбіттігі швереге кетіп, андан ары дайынсыз кетті. Контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путем заключения концлагеря, не останавливать в отношении террористических актов и повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессий. Seyde, erteden berki sözüm törkün uşul. Cay gelse, öküm geteler şu alıp getkile. Benim bir tuğanlarım argın, söndü tapkıla. Ökönün malların tapkıla. Çatkalga çıkıp çıkargan aşı aşıkların artık götürüp. Menin ölü örünmez. Menin ölü örüm kaldı, ösü örünmez. Çatkalga çıkıp çıkargan aşı aşık. Malların artık götürüp. Menin ösü örünmez, ölü örüm kaldı. Bunu қайта ойлап таптың, Әлия. Шынына чап қалды. Көзден тайкелеріп тұрса, я. Құдай мені тұр. Құдай мені шын оңдады. Мені жол ашылса, бердің емес. Bir саттақты жол жүрмейміз. Чап қалды мені тайкелеріп тұрса. Апа, сен дағы жақшырып айтпай келіп тұрсың да. Құлақтар деселе. Mo ellerinin gemisi kayağına nemde de söz çıkarıp yönetlesen gerek. Şu kulaklar olğunu жақсы болыпты. Эми чаткалга издеп барып таап алабыз. Кулактар дейшим. Тауышкан экен кулактарды. Табабыз апа. Сен кол аргын тайгелерим таап алсам, сен ушундайда бир туугандарың бар болуп калганын карасаң апа. Мен биякта эле калайын. Сен өзүң рамана сен тоашып кетсең ар кандай. Батамды беріп, серін аманчылығын тілеп, ұшы ерделі болайын балам. Ұшы ерделі болайын дегенің қандай? Ой, апа, сен емне деп отасың? Мен сені таштап қойып қайға кетме келем. Жоныма көтерсем нағыла кетем сен, апа. Ағыла кетем. Құдай тілегін берсін балам. Жаным қиналып, сұр қолып, анын үстіне қарлық шайымды одарып салмады. Жүргілісімді сермені болғаным жақсы мейді. Мен де ошоны қалып атпайым ба? Бирок биз айтат экенбиз. Кудай эмне деп тур? Апа. Апа. Чаткалга кетебиз угулум. Тайкелерибизге кетебиз. Эми Корунбай, Кысымбай эл катары жашайбыз. Тайыр өтүп берем угулум. Кырды-кырдан кыдырып чабар бекенсиң. Кокуйда арпаңда кыйкырар бекен угулум. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Albatta çaydı götürüz oğlum. Hazır büyük düşüp kala. Tınç çatışıyoruz gerek. Gütkön gün gelir zaman.
Дароо тоо беттеп жөнөп беребиз уулум. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Апам туура айтат. Эт болгондо дагы семиз, майлуу өт алышыбыз керек. Ашууда, ызгарда ошол кубаттуулук берип турган майлуу өттүн кубаты да. Чабандар жакшы билишет. Ашууда кандай тамактаныш керек экенин уулум. Чаткалга кетебиз. Чаткалга кетебиз. Ай, көрүп чыктыңбы? Акыбалы кандай? Акыбал оор. Адатымча көндүм жолума түшүп тоо этегиндеги жылгачы буттарды басып өтүп андан аркагы сооталадагы чийлерди аралап өтүп айылдын четиндеги кашакка жетеледим. Эми мындан ар бир кадам даярлап таштап сырт эткен добушка кулак салып огороддордун чекеси менен үй жакка жакындай берүү керек. Үй жакта караандар жүргөнсүй тоғыр үндер угулат. Сейдебекин айтмаптыр. Апамдын акыбалы оор. Иш бүткөн экен. Мен азыр апама бир аттам. Жолдогулардын биягын бияка, тиягын тияка түртө салып, апама учуп жетип, муздаган колдорун өпкүлөп, мен үчүн канча азап тарткан үчүн, бир дагы эле жанга азап тарткан эмести. Согуш деген жел могуздан кутулам деп, мына эми көрбөгөндү көрүп, кор болуп, сордуу болуп, бечара болуп отурган өзү. Апам мени кечирин. Апам мени колго түшүп бергенден көрө өз башыңды калкалап өткөндө Кудайдан тилейм. Апам мени кечирин. Апам мени кечирин. Апам мени колго түшүп бергенден көрө өз башыңды калкалап өткөндө Кудайдан тилейм. И что было дальше? Апам мени кечирет. Кечки жук бадалын түбүнө кайра келдим. Адамдардын көбөйгөнү, жаңжуңдардын күчөгөнү, эчкилип кимдир бөлөнү ыйлаганы, короо кемеге асышыптыр. Казан асышыптыр. От күйүп атат. Кобур-собур үндөр угулат. Андан көрө мирзөсүн камдап коюштубу? Ал жакта бирөө жарым барбы? Жерденке калтырыштыбы? Жер тоң. Күн мурунтадан казып койбосо, эртең менен үлгүрбөй калышы мүмкүн. Мен эмне болуп баратам? Кай жолдо баратам? Эмне үчүн жашап жүрөм? Мен андан ары Мүрзө тарапка бет алдым. Бул жакка качан келгеним эсимде жок. Анда согуш башталып элеккенбиз. Мен тракторчилердин окуусун бүтүрүп келгенден кийин мага ат чалып беришти. Чөп чалып жүрдүм. Çöptü ушул көрүстөндүн тегерегине чабышар эле. Түшкүтүн угууда аттарыбызды тушап коюп, ушул көрүстөндүн тегерегинин калың чөптөрүнүн арасынан бөдөлө кармашар элек. Эч кимдин буту, колу баспаган калың чөптөрүнүн арасында ар качан бөдөлө толуп турар эле. Аларга мындан өткөн жай табылам.
жан жоқ. Мұздақ шамалғаны сөйге жетшідей ызылдайды. Қазып қойышқан екен. Қазып қойышқан екен. Жаңа қазылған көрдің үйілген топырағы қарайып тетігінде делі көзіме ұрынды. Қазып қойышқан екен. Белден айланай. Бел аман болсын. Ушундай жаманчылыкта улуу кичүүнү өй баардыгы жабыла келип тигинisi биякта өлүктүн зыйнатына тикесинен тик туруп мулусу биякта темирдей тоңгон жерди казып жайында айдап койгонун карабайсың. Белден айланай. Эгер мен өзүмдү өзүм өлтүрүп салсам, азыр тагы ушул көрүстөндөн түбүнө өлсөм, эртең эл апам менен чогуу көмүп коюшар беле. Апа, мен эртесин айыл тарапка кайрадан жөнөт. Бу жолку сизде үйгө эмес. Мен Мүрзө тарапка жөнөт. Апамды сөөгүн көтөрүп келаткан калың топ карайып тетигиндей деле көзүмө урунду. Акырын келети шат. Апамды айылдаш эл журт акыркы сапарына узатып келатат. Салт боюнча мен азыр апамды сөөгүн жерге бергенден кийин ат жалды өмүктөп үйдү көздөй өкүнүп чаап жөнөшүм керек болчу. Сейде баш болгон келин кезектен айыл ичиндеги аялдар үй ичине кошоп өкүнүп келген мени коштоп турусу керек болчу. Алаңгача эл Мүрзөгө жете келди. Апамды сөөгүн кабырдын кырына коюп молдо Куран окуду. Андан соң бардыгы жабылап бата тартып апамды сөөгүн кабырдын ичине киргизип оозун бүтөп андан соң тегерегиде турган топуракты топпойтуп үйүп жиберишти. Апа кечирчи мен. Кечир апа. Апа кечир мени. Кечир мени апа. Asılım apam. Berekem apam. Geçir. Geçir. Uvalın mağa teysin. Uvalın soğuşqa teysin. Qargışın mağa teysin. Qargışın soğuşqa teysin. Öçümdü alam. Bağrınlardan öçümdü alam. Birin erdi de ayvay. Öçümdü alam.
Totoy ne oldu? Totoy. Ay Totoy ne oldu? Ay ne oldu deyim Totoy? Ya. Yalnız kolumda. Önlere boyumda oradan ketişimdi. Ay, sarayda özün kurtladın öyle deyin ya. Kurtağam geçinde de karagam. İyiydi erkek yoktu başımda. Faydalıydı olsa hurmatını geliyor. Aylanay Neljurt. Attığın attay cöğüm kıdırı bizdegiler. Жоқ olğan uy eşlersemez. Oşan urdan itti dağıla. Tuttur. Bizdegiler. Eski korkulduğundan da karar. Neljurt. Attan kıla. Құдай, өзің сақта Құдай. Не қылсам? Қандай қылсам? Ой тауып қалса қайраққа тартатын. Не қылыш керек? Ауа, ойды іздеш керек. Ойды табыш керек. Жерде ой оқшаған бір нәрсе көрініп ой оқшы ой жүгірсейді жаныңдың барынша жүгір бұтыңансыз өтіп таманыңа батқақ жауышқанына үстіңді шалбырағанына үшігеніңе қарауа сейді жүгір бол тезірек жет ауа саралжың келген ой емес біле азырда өге шығып Сүйінші де елдің барын айылға айдап түшіп, Тотойдың ойын өзің қазығына байлап береді. Ой емес қо. Ой оқшыған бір нәрсе көріну. Hırgılcın tuman, жылжый түтү. Сары қар, былтырқы қоқоткелеттерден баш-башыда чоқмырлашып, жаңы қылтиып шығып келе жатқан жашанды мойсылорына боржық чоғылып, аларды салмағы менен басып көміп жатты. Sen ben... Şşş! Çıkma. İşin olmasın. Benimle durasın. Güygüz birlikte. Benimle durasın de. Güygüzden birlikte. Ошол жетимдердин ырыскысына кол салгандан көрө өзүбүздүн карабына жынды сойсоң болбойт беле. Бұл жырауа. Мақын үйреткенді қойып, сен өзің білген. Елің бөрі болса бөрі бол. Ушул заманда өзің ғана тойынсаң дейді. Сен ашқадан өліп баратсаң дағы, біреу келіп сенің қазаның аш салып бермейді. Алған алады, жұлған жұлады. Ақмақ болма. Емнен жұқпайсың. Я, емнен жұқпайсың деп. Сен өзіңіздің құнажынды сойып алғанда, біздің баламызға сүт қайда? Сен осыны ойладың ба? Желі оп жатқанға жетер белек. Же башқа біреулердің балдары өзіңдің балаңдан артық болып кетті ме, я? Жет. Қышта төңкірде тишімнен керең сор отырды. Мен соғыштан ашқадан өлейін деп келген емеспін. Өлсе башқалар өлсін. Мен желі өле қоймаймын. Балдар етті салып жеп, сөйгін ешкалтын көңіп өттім.
Исмаил. Исмаил. Родина вас не забудет.